Barşalarыңызға сәлем. Бүгін біз корейлік корндок дайындаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, подписаться белгісін басып кетіңіз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз. Үстіне 2 қасық қант, қопсытқыш, шым-шым тұз саламыз. Видеода бір ыдыспен көрсеттім. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 50 грамм сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырамыз. Жүз грамм ұн салып араластырамыз. Қаймақ тәрізді масса болуы керек. Ендігі кезекте сосискаларды сыртын тазартып, 2-ге бөлеміз. Әр сосискаға шпажка қадап шығамыз. Қызып тұрған майға дайындалған сосискаларды қамырымызға батырып, пісіріп аламыз. Біздің корейлік корндок дайын. Сіздермен болған Ардақ. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз.